Сексологпын, және де бүгінгі тақырып анальный секс, артқы жақтан жыныстық қатынас, тік ішек жағынан жасалған жыныстық қатынас. Бұл тақырып ең көп сұрақтардың бірі. Көптеген әйелдер де, жігіттер де осы тақырып туралы сұрайды. Бола ма, болмай ма деп. Оны талқылайық. Ең бірінші ислам, шариғат бойынша ол бола ма? Жауап жоқ. Ол харам деп есептеледі. Және де оның медициналық және де сексология тарапынан оның жауабы қандай, соны талқылайық. Ең бірінші анатомия тұрғыдан қарайық. Сіз өзіңізді қарасаңыз, немесе сіздің әйеліңіз, күйеуіңіздің мүшелерін қарасаңыз, мысалы, сіз тік ішектің ең астында бір сфинктері бар. Оның не үшін, оның мақсаты қандай? Ол үлкен дәрет, осырғанда, мысалы, шығатын сфинктер. Және де оны жалпы ұстасаңыз, жалпы жыныстық қатынас ретінде оны, мысалы, саусақпен, әртүрлі методтармен қарасаңыз, ол өте сезімділігі көп. Ішінде физиологиялық тарапынан өте сезімділік, ләззат алатын бір нүктелері бар. Енді неге біз мысалы қынап арқылы жыныстық қатынасты алсақ, немесе неге қандай ең басты неге басқаша, мысалы біз қынап арқылы қынапты алсақ, мүше мысалы ішіне кірсе, қынаптың ішіне, оның жақтары, оның қабырғалары қынаптың арнайы соған жыныстық қатынасқа арналған, және де қаншалықты болса, ол ешқандай бір өзгерісті бермейді. Бірақ біз артқы жақта айтсақ, тік ішек, оның қабырғалары, оның жақтары бөлек, өте жұқа. Және де сол жақтан түрлі, мысалы, үлкен дәрет шыққан соң, онда қалдықтары тұрады. Және де арнайы мүше ішіне кірсе, оны, мысалы, травма ретінде бір кішкентай микротравма немесе қанда шығуы мүмкін. Сол үшін оны, мысалы, күнделікті оны жасау деп, жалпы дәрігерде де оны жасамауы жақсы болады деп айтады. Мысалы, біз алсақ, сексология, медицина тарапынан оны, мысалы, айына 1-2 рет жасағаны болады деп айтады. Бірақ оны күнделікті оны жасамауға енді дәрігері айтады, күнделікті істемеу керек. Бірақ, мысалы, кейбір адамдар оны істей берсе, осындай жыныстық қатынасты артқы жақтан, және де кішкентай бір айтқандай травмалар болуы мүмкін. Немесе, мысалы, қорғанбай, мысалы, презервативті, мысалы, істемей, мысалы, оны қолданбай істесе, инфекцияда болуы мүмкін. Себебі арт жақтан, артқы үлкен дәрет шыққанда, ішінде ол енді нәжіс деп айтылады, енді ол таза емес. Сол үшін, мысалы, ерік мүшесі кірсе, оған бір инфекция кіру мүмкін. Және де ең әйел адамға қандай, мысалы, зияны болуы мүмкін, мысалы, артқы жақтан еркісі сол мүшені шығарып, қынаптың ішіне кіргізсе, ол өте қауіпті. Себебі бүкіл микробтар оны, мысалы, тік ішектен алады да, қынап ішіне кіргізеді. Және де әйел инфекция алуы мүмкін. Енді көбісі, мысалы, осындай тік ішек арқылы жыныстық қатынасты істейтін адамдар көбінесе өте көп урологқа көрінеді. Әрқашанда инфекцияға анализ тапсырады, әрқашанда өзін қадағалайды. Оны да сіз білуіңіз керек. Енді бір сұрақ көп келеді, ол неге, мынандай сұрақ, мысалы, қыздығы бар қыздарды алсақ, кейбіреу сол қыздықты тимеу үшін олар артқы жақтан кіруге бола ма деп айтады. Осы мәселені біз талқыласақ, ең бірінші қыздарға және де жігіттерге айтатын кеңес ретінде, пікірім ретінде, ол ешкімді, сіз ең бірінші өзіңізді алдап отырсыз. Ешкімді алдамау керек емес. Ең бірінші өзіңізді алдамаңыз. Мысалы, сізде, мысалы, сіз бір қатынаста жүрсіз, мысалы, сіз осы жігітпен, қызбен үйлене бір серьезный отношение болса, онда қыздығын тиме артқы жақтан кіру, ол алдау. Ол
жалпы дұрыс жол емес. Иә, сіз мысалы қыздарға айтатыны, мысалы сіз сол жігітті сізге қалай көз қарасы, оған тек сізден жыныстық қатынас керек пе, әлде ол болашақты сізбен ойлап тұрма? Соны сіз ойлаңыз. Және де артқы жақтан кіру, алдыңғы жақты тимеу қыздығым үшін ол мүлдем дұрыс емес жол. Сол үшін ең бірінші сіз талқылаңыз, сіз білуіңіз керексіз, осы жігітпен немесе қыздың қандай сізге жоспары бар. Сол үшін сіз артқы жақты қарастырмау керек. Себебі мен айтылғандай, жоғарыда айтылғандай, ол медицина, сіздің денсаулық жағынан көп зияны тиюі мүмкін. Сол үшін жынысқа түсер алдында, жыныстық қатынасқа түсер алдында сіз жігітпен қарым-қатынасты қараңыз. Ешқандай сізді мәжбүрлетіп, сізді осылай жыныстық қатынасқа кірейік деп сізді соған итермесін. Сол үшін жалпы психологиялық тарапынан, жалпы бәрі дұрыс, болашақты ойлап, осылай сіз бәрін, бүкіл жақсы мен жаман жолдарды бәрін қарап, талқылап, бір шешімге келуіңіз керек. Және де келесі видеода мен айтамын, бірінші жыныстық қатынас ретінде, оны әрине артқы жақтан емес, арнайы берілген қынап, стандартный жолмен жыныстық қатынасты жасау керек. Басқа сұрақтар осы тақырыпқа болса, сіз маған инстаграмға жазылыңыз, сұрақтарыңыз болса, маған почтаға жазыңыз, және де немесе инстаграм дайректке жазыңыз, сұрақтар, бір комментарий болса жазыңыз. Осы тақырыпта әлде қарай одан әрі мен қарастырып басқа бір сұрақтарға жауап берейін. Рахмет, сау болыңыз.